Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама заманында Қанжығалы Бөгенбай батырдың қолы жоңғарлардан қорғап қалған құтты мекен Ерементаудың бөктерінде айнадай жарқырап Қоржын көл жатыр. Осы атақты көлдің түстік шығыс жағында ингуш жігіті Қосайдың қойлы отары орналасқан. Өзі әнші, домбырашы. Ұлты өзге болғанымен өмір тіршілігі, сөз өнері бір қазақтан кем емес. Оқта-текте бара қалсаң, осы Еремей төңірегінде өмір сүрген пәлен ақын былай деп өлең шығарған екен деп, домбыраны шертіп-шертіп жібереді де шырқай жөнеледі. Тәжірибелі шопан қой басын өркендетуге үлкен үлес қосып жүргендердің бірі. Сол отарға бір барғанымызда бізді таң қалдырған бір көрініске куә етті. Менің таңданып жүрген бір жағдайым бар, соны көре кетіңізші. Сізді тәжірибелі аңшы деп естимін. Мүмкін осының бір сырын айтарсыз, деді. Сөйтті де бізді бастап қорадан едәуір ұзатып алып барды да, бір селдіреу шоқ ағаштың түбіне әкеліп тоқтатты. Жаздың ыстық шағы болатын. Сондықтан селдірдеу болса да, қызыл қайыңның көлеңкесіне көк майса шөптің үстіне жайғасып, жан рахатын сезіне бастап едік. Қосай тұрып: «Ал енді әне бір сәл дөңестеу жердің етегіндегі қалың ағаштың маңын қараңыздар. Сонда қалай таң қалмас екенсіздер», деді. «Сіз дүрбіңізді пайдаланыңыз», деп қосып қойды. Біз бұл не қызық екен деп асыға көз тастап, Қосайдың нұсқаған жағына қарастық. Әуелде онша таңданатындай ештеңе байқай алмадық. Жайылып жүрген бұзау, қозы, бірер қойды ғана көргенбіз. Жанымдағы шопыр жігіт: «Қасқыр», деді өзге сөзден тыйылып жан-жағына қармана мылтық іздегендей. «Тоқтай тұр», деп Қосай оның қолынан ұстап басу айтты. «Әлі де зер салып қарай тұрыңдар». Малының жан-жағында қасқыр жүргенде жайбырақат отырған мынау неткен жан деймін ішімнен. Мен де аңғардым. Қасқыр малдармен бірге жүр. Арасында бөлтіріктері де байқалады. Тіпті бұзаудың араларында арсалаңдап, ойнаған баладай айналып жүгіріп қояды. Бөлтіріктер де қозылармен ойнап асыр салуда. «Сен бізді таңдандыру үшін көрсетіп тұрған боларсың. Мынау өзің асыраған овчарка ит болар, анау соның күшіктері шығар», дейді Қосайға шопыр. «Сендерді алдап қайтейін. Шыны сол. Анау қасқырдың қаншығы. Овчаркадан айырмашылығы көріп тұрсың ба? Құйрығы шұбалып жатыр. Иттің құйрығы ондай болмайды, қайырылып жоғары қарап тұрады. Жанындағылар соның бөлтіріктері. Қасындағы қалың талда солардың апаны бар. Осыдан әуелде қатты қорғанып зәрем ұшып еді. Күндіз түні маза көрмей қой күзетумен болатынмын. Ол жаққа мал шығармауға тырыстық. Бірақ оған бола ма? Бірде болмаса бірде сол жаққа мал кетіп қалып жүреді. Әйтеуір аман есен айдап аламыз. Қасқырды атып алайын деп талай аңдыдым. Күшіктерін алу да ойымда болды. Бірақ өшіктіріп алып пәле болар ма деген ой келді. Енді өзімізде үйреніп қалдық. Бір ғаламаты, өздеріңіз көріп тұрғандай, үй малына еш зақымы жоқ. Қайта балаша ойнап аралас жүре береді. Өмірлеріңізде осындай тату жауды көргендеріңіз бар ма? Япырай, мынау бір қызық екен. Рас, оларды түгел құртып жібере алмасақ, малыңды шығындап өшін алады. Әзірше бақылай тұр. Дегенмен сақтықта қорлық жоқ. Онша сене бермегейсіз, дедім мен. Күзге қарай Қосайдан хабар жетті. Тез келсін, күнде шығын, шыдатпай бара жатыр. Мына ұялы қасқыр малымызды қырып бітетін болды. Көздерін жоймаса масқара болатын түрім бар, депті. Сонда ғана бөрінің тату көрші болғандағы арам пиғылын білдік. Аман есен бөлтіріктерін есейтіп, аяқтандырып алу үшін мөлейімсіп, маңайына моп-момақан боп көрінеді екен. Сонда бұл қасқыр дегеніңіздің дәстүр ұстауға келгенде дініне берік жандардай шыдамдылық көрсетіп, зымияндығын артқа сақтап, бірге жүрсе де құрбандығына деген қиянатын кейінге іркуіне таңдандық. Айласын асыруға қандай төзімділік танытады хайуан. Әрине,
Біз де оған есемізді жіберген жоқпыз. Соңдарына түсіп жүріп, үнемі аңдумен ұялы бөрінің көзін жойдық. Тек олардың адамша алдына мақсат қойып, жоспарлы түрде жұмыс жасағанына таңдануымыз есте қалды. Бөлтіріктері қарақұлақтанған соң, енді қорқыныш жоқ дегендей, апандарының түбіндегі дайын малға ауыздандырып үйретуін қарашы, бұл жауыздың. Аз да болса да малдан шығын жасауға жол бергеніміз өкінішті ақ. Не де болса, бөлтіріктерді адам жүре алмайтын қалың ағашта жатқанда өздерін атып алып, балаларының көзін жою керек екендігін біз кеш түсіндік. Тату көрші Қасым Таукенов, Азулы Арлан кітабынан үзінді.